Muchachos, бұл Марио арнасы. Қашаннан бері біз осы сөздерді айтқан жоқпыз. Білем достар, көптен бері менің арнамда видео шыққан жоқ. Бірақ оның да өз себептері бар. Бірінші себеп ол творческий кризис. Творческий кризис деген нәрсе ол не вообще? Ол деген мысалы актерлар, әншілер, ютуберлер әлемде кездесетін нәрселер. Творческий кризис уақытында адам тіпті ештеңеге зауқы болмай, не істерін білмей, мысалы бұрын кереметтей жасалып жүрген істерін өзінің қызығушылығын жоғалтады, яғни. Ол үшін мысалы менің артымда неше ай бойы видео шыққан жоқ. 3 ай болды ма? Мүмкін одан да көп шығар. Мысалы 3 ай, бір апта, кейбіреулер бір күн жақсы уақыттарды. Сондай уақыттар болады. Любой адамда болады ондай нәрсе. Енді мен оралайын деп шештім ютубқа. Енді мен көптеген видео шығаруға тырысамын. Мысалы let's play, анимация деген нәрселерді. Енді оны көре жатармыз, бірақ мен сендерге айтарым. Енді видео аптасына 3 рет болсын шығып тұрады. Менің оңайымша. Көреміз енді. Енді екінші себеп ол енді менің басымнан осы 11 жыл бойы кетпей қойған нәрсе. Кеше 4 сағатты ішінде өтіп кетті. Өте қиын болды. Егерде енді туралы видео түсір десең, астына жазып кет, түсір, қалай болды, не болды деген сияқты мен сендерге барлық ақпаратты айтып беремін. Және қазіргі уақытта біздің YouTube арнамызда 31.000 подписчик болыпты. Сендерге алғысым шексіз. Көп рахмет арнаға тіркеліп лайк басып жатқандар. Енді шыны керек, мен YouTube арнасы шығарар алдында ойлаған жоқпын, менде 31.000 подписчик болады деп. Бірақ көріп тұрсыздар, менде 31.000 подписчик. Сондықтан сендерге көп рахмет. Қазір мен осы видеоны түсіріп сап болып, анимацияны дыбыстауға кірсем, сондықтан достар, осы видеоның астына 200 лайк жинайық, сосын анимацияны шығарамын. Ал сіздермен бірге болған мен Марио, мен оралдым, және де қайта кетпеймін. Сау.